Сәлем достар, қалайсыңдар достар? Бүгін мен мектепке керек құралдар алатынмын. Ендеше кеттік бірге алар. Достар, мен қараңыздар осындай сары пенал алдым. Осындай ең әдемісі, осының ішінен бәрін осындай таңдап алдым. Достар, енді осыған ұқсас заттарды, мысалы өшіргі сондай заттарды алатын боламын. Ендеше кеттік. Мен осындай заттар, мынандай мен осындай ұштағыштар алатын боламын. Dostlar, men үйге келдім. Мына жерде менің өзімнің затым, және де менің інімнің затым. Менің інім заты балабақшаға барады, сондықтан осындай зат алдық. Қазір мен распаковка чек түсіретін боламын. Бірінші очередь мен інімнің заттарына обзор түсіріп кетейін. Мен алар ысырай тұрайын. Қазір мен інім заттарына распаковка чек түсірейін. Бірінші бізде гуаш, міне осындай. Және де оның су қоятыны, влажный салфеточка. Және де міне осындай пластилин. Сосын менде осындай тақташайсы бар. Ал міне түрлі түсті карандашы. Мынау парты, менің балалар енді үстерін білдіріп алады ғой. Сондықтан оған керек. Қазір мен ішін ашып көрейік бірге. Міне, мынандай қолдарына киетіні ғой, енді бүйтіп киіп алады, және де осындай. Үстіне егетін. Осындай. Ұлдарский алдық. Осындай әдемі. Ал мынау менің ініме керек папкасы. Және де осындай файл. Мынау раскраскасы. Сосын альбом, осындай динозаврик. Сосын түрлі түсті картондар. Осындай түрлі түсті қағазы. Мынау менің інімнің пазлы, динозаврик. Ол қатты жақсы көреді динозаврикті, сондықтан осындай оның пеналы және де альбомы да дәл сондай. Осындай міне қысқа, әдемі. Және де осындай пеналы қазір ашып көрсетейін. Осындай өзінің екі карандашы. Екі клей, және де құятын клей, екі ручка, және де кисочка, сосын бір өшіргіш. Осымен аяқталды. Ал достар, мен өз заттарымды көрсететін боламын. Бірінші пеналдан бастайық. Маған қатты көп пенал бол. Алдыдағы видеода сол кезде оған қатты ұнаған осы сары пенал. Қазір ашып көрсетейін сіздерге. Осындай әдемі, осындай қатты ұнады осының іштерінен. Қазір енді көрсете берейін. Маған осындай ананас ұштағыш. Осындай әдемі. Қазір ішіне салып қойайық. Іші үлкен ол. Міне. Және де осындай өшіргіш. Осындай карандаш клей. Сосын осындай штрих. Менде екі ручка, және де бір карандаш. Міне осылай тұрады, әдемі, маған қатты ұнады. Сосын осындай карандаштарын қазір көрсетейін. Мынаның, андай жоқ, салатыны. Оны просто мен алып келгенде інім ашамын деп жыртып тастаған. Міне просто мынандай болу керек қой. Қазір көрсетейін. Осындай болу керек қой, бірақ мына жыртсағанда осындай болып қалды. Қазір мына жерге салып қоя тұрайын. Және де екі альбом. Біреу менікі, және де біреу мен сіңілімдікі. Әдемі. Маған қатты ұнады өзімдікі.
және де осындай стич, бұл не десеңізде наклейка, бұл мен сіңіліме алдық қой. Осындай әдемі наклейкалары бар, міне қараңыздар. Стич әдемі, мен қатты жақсы көреді сіңілім, сондықтан алып бердік. Және де осындай қазір күнделік, сосын екі общий дәптерлер алдық. Бұны бірақ сабаққа арнауға апайларымыз ұрсады, сондықтан просто ала салғанбыз, керек болып қалады деп. Және де осындай жай дәптер алдық. Көп, ол бізге қатты керек болады, сондықтан көп алдық. Достар, мен істеген распаковка чегім сіздерге ұнаса, лайк басып, және де тіркеліп кетіңдер. Сіздермен қалған зонемен ешкім жоқ, сондықтан мен сіңілім мектепте, сондықтан өзім айта салайын. Нани! Всем пока!